Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та барқалан деп. Ұлтымыздың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы өнерлі, өрісі кең ұрпаққа үн қата білген. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өнерпаз болсаң арқалан. Бүгінгі сабақтың мақсаты әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолдана отырып, өлең, хат, шығарма түрлерін ұсыну. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың керек айдарында әңгіме жанры туралы ұғым қалыптастыратын боламыз. Әңгіме оқиғаны қара сөзбен баяндайтын көркем әдебиеттің шағын жанры. Әңгіменің жанрлық ерекшеліктері, оқиғаны баяндау тәсілі, композициялық, сюжеттік құрылысы, көркемдік жүйесі арқылы айқындалады. Әңгіменің көлемі шағын, кейіпкерлер саны аз. Сюжет ұйытқысын құрайтын оқиғаның басталуы, шарықтау шегі мен шешімі болады. Онда адам, оның өмірі мен тағдыры аса маңызды деген оқиға жинақы беріледі. Мұнда бір айтылған жағдайларға қайта оралуға, тәтпіштеп баяндауға, ұзақ суреттеуге орын жоқ. Әңгіме жанры аз сурет арқылы көп жағдайды аңғарта білетін, айрықша көркемдік шеберлікті талап ететін жанр. Оқиға көбінесе бірінші жақта баяндалып, әңгіменің оқиғаға тікелей қатыстылығын көрсетеді. Негізінен баяндау тәсілімен жазылатын бұл жанрда ылғи суреттеу бола бермейді. Оның тілі көркем, бірақ оқиға желісі қысқа болып келеді. Оқушылар, жоғарыда айтылған ақпарат көздерін сәйкестендіріп көрейік. Ал оқушылар, енді өзімізді тексеріп көрейікші? Оқушылар, көркем шығарманың композициясы мен сюжетіне тән белгілерді қарастырып көрейік. Оқушылар, өнер туралы нақыл сөздерді оқи отырып, жанрлық, көркемдік ерекшелігін сақтап, көркемдегіш құралдарды қолдана отырып, әңгіме жазуды ұсынамын. Көлемі 300-350 сөз. Біреудің бойынан кемшілік іздеме, өнер ізде. Құтып. Өнер туындысы, өмірді түсінудің кілті. Сағат Әшімбаев. Көптен қалмау, көкке самғау емес, әсіресе өнерде. Мұзаппар Әлімбаев. Жағдаяттық тапсырма. Саған қазақ халқының тарихында өзіндік орны бар. Бүгінгі ұрпағы ерекше құрметтейтін тарихи тұлғамен кездесу мүмкіндігі туды делік. Әңгіменің мазмұнында осы тұлғамен кездескен сәтіңді, уақытты қалай өткізетініңді және кездесуден алған әсеріңді қамтып жазыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.